Ішкі істер министрлігі заң мен тәртіпті қамтамасыз етуді жалғастыруда. Қаңтар айында 700-ден астам есірткі құқық бұзушылығы анықталды. 1257 есірткі сайты бұғатталды. Оның ішінде 15 дроп карта бар. Есірткі тарату туралы ақпараты бар 76 арна мен боттар өшірілді. 274 есірткі қылмысы тіркелді. Олардың ішінде 180 сату фактісі, интернет арқылы есірткі жарнамасының 64 фактісі, 3 контрабанда, есірткі өсірудің 16 фактісі, 9 ұйымдасқан қылмыстық топ, 3 есірткі притоны, 17 есірткі зертханасы жойылды. 800 килограммнан астам есірткі, оның ішінде 29 килограмм синтетика, сонымен қатар 5 тонна прекурсор тәркеленді. Осы бағыттағы жұмыс жалғасуда.